Сәлем құрметті достар, сіздермен бүгін өте маңызды тақырыпты қозғағым келіп отыр. Ол уақыт. Біз уақытымыз көптеп, арманға жетелейтін әрекеттерді былай қойып, пайдасыз әрекеттерге уақытты көп жұмсаймыз. Былай өміріңізді есептеп қарайтын болсақ, мысалға сіз 90 жыл өмір сүрдіңіз деп елестетейік. Оны 365 күнге көбейтетін болсақ, 32.850 күн екен. Сол 90 жылдың бастапқы 16 жыл алып тастайық. Неге десеңіз, 16 жыл бойы біз ата-анамыздың қарамағында боламыз. Көбінесе оқуды біз 16 жастан бастаймыз. Сосын соңғы 20 жылды алып тастайық. Яғни 70 жасқа дейін қалдырайық. 20 жылда, яғни біз 70 жасынан кейін көбінесе әрекетке жұмыс жасауға қабілетсізбіз. Қауқарымыз кетеді. Енді сонда қалатыны 54 жыл. Енді сіз күніне қанша ұйықтайсыз? Мысалға сіз 8 сағат ұйықтайды деп алатын болсақ, сіз 54 жылдың 18 жылын ұйқымен өткізеді екенсіз. Сонда сізде қалатыны 13.140 күн. 1877 апта. Біз осы 1877 аптаның ішінде оқу бітіріп, жұмыс жасап, үйленіп, бизнес ашып, оны жоғары дәрежеге көтеріп, армандарымызды орындап үлгеруіміз керек. Бұл статистика жарамды. Егер сіз 16 жаста болсаңыз, және 70 жасқа дейін 12 мүшеңіз дін аман, ауырмай, сырқамай бір қалыпты өмір сүретін болсаңыз. Ал енді достым, сіз қаншадасыз? Және қанша аптаңыз қалды? Есептеп көрдіңіз бе?